Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздердің назарларыңызға тойымды әрі дәмді ыстық тағамды ұсынбақшымын. Видеоны соңына дейін көріп, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Бұл каналдың дамуына үлкен мотивация болар еді. Күрішті саламыз. Су құйып жақсылап жуамыз 2-3 қайтара. Үстіне тұз салып, күрішті салқын суға бастырып қоямыз. Бұл крахмалдың кетуіне көмектеседі. Панировочный сухариді бөлек ыдысқа салып, үстіне су құйып бұқтырып қоямыз. Жуаны алып тураймыз. Блендерге салып өткізіп аламыз. Етімізді панировочный сухаримізді, етімізді, жуамызды барлығын араластырамыз. Бір ыдысқа саламыз. Үстіне бір жұмыртқа салып, бұрышымызды, тұзы фаршымызды бөлек ыдысқа жасаймыз. Екі қолымызға алып, осындай формалар жасаймыз. Котлет сияқты, котлетке арналған формамызды жасаймыз. Панировочный сухаримізді бөлек ыдысқа салып алып, майымызды құйып, табамызға панировочный сухариге етімізді араластырып, бетіне жағамыз. Панировочный сухариге былғаймыз. Әбден қуырамыз піскенше. Котлетімізді екі жағынан әбден қуырып, сосын бөлек ыдысқа салып аламыз. Енді күрішімізді табаға саламыз. Су құямыз үстіне. Бетін жауып пісуге жақындатамыз. Бөлек ыдысқа майымызды құямыз. Чеснок саламыз. Қыздырып, аздап қуырамыз чеснокты. Чесногымыз аздап сарғайғаннан кейін үстіне томат пастасын салып, аздап қуырамыз да су құйып араластырамыз. Аздап бір бұрқ еткізіп қайнатамыз. Бөлек ыдысқа, бөлек кесеге крахмалымыз саламыз, бір қасықтай. Үстіне аздап су құйып, крахмалымызды суда араластырып аламыз. Сосын араластырған крахмалымызды томат пастасына құямыз да қайнатамыз 1 минут қоюланғанша аздап.
күрішіміз пісуге жақындағаннан кейін күрішіміздің үстіне сары майымызды саламыз, котлетімізді саламыз, жаймен бір үстіне тегістеп бетін жауып 10-15 минут бұқтырамыз жайытта. Мінекей котлетіміз дайын күрішімізбен. Өте дәмді болып шықты. Үстіне соусымыздан құямыз. Күріштің үстіне құюға болады, котлетіміздің үстіне құямыз. Немесе соуссыз жақсы көретіндерге соуссыз беруге болады. Бұл соуссыз да өте влажный, өте сулы. Соуспен де соуссыз да беруге болады.